Елордада Қазақстан халқының бірлігі күніне орай өнер ұжымдарының қатысуымен мерекелік концерт өтті. Салтанатты шарада қазақ өнерінің көшін жалғап жүрген 5 бірдей елордалық театр қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше қойылымдарын ұсынды. Тұтастық пен татулық барда елдігімізге сына түспей бейбітшілік пен береке салтанат құратыны белгілі. Ал бұл салтанатты шара сол ел бірлігін нығайтуға, қоғам тұтастығын дәріптеп, ортақ құндылықтарды өнер арқылы насихаттауға бағытталған. Мерекеге қарсы мерейлі күнде, тамаша жылы күнде, жылы бір өзіміздің спектакльдерімізден көрініс ұсынып жатырмыз. Bir жағынан әндер, билер барлығы. Әр ол осы қазақ елінің көк байрағын жоғары көтерсе, осы қазақ елі деп, Қазақстан Республикасы деп жүрек соқса, сонда ғана бұл мерекенің тұғыры онан сайын биік болады деп ойлаймын. Бұл күні текті өнерді төргөздіріп жүрген елорданың жетекші театрларының сахна саңлақтары ел алдына шығып, мерекенің көркін кіргізді. Шараға жиылған көпшілік болса, өнермен өрісі кеңейіп, мәдениетмен мерей артқан мемлекетіміздің бірлігі мәңгілік болғай деп ізгі лебізін білдірді. Қолымызде шығып жатыр, береке құтты болсын, осындай бәріміз бірлікте болайық, бүгінгі мейрам сияқты. Әдемі концерт өтіп жатыр, отбасымызбен бірге бүгін бірінші мерекеміз осы көріп жатырған, бірлігіміз әрқашан бекем болсын. 1 мамыр мереке құтты болсын. Осылайша жиылған жұрт мағыналы қойылымдардың куәсі болып, шарадан ерекше көңіл күймен тарқасты.